Сәлем достар, бүгін сіздермен каналымыздағы алғашқы видеомызбен бөліскелі отырмыз. Алдымен каналға тіркеліп кетсеңіздер. Бүгін бізде оңай әрі тез дайындалатын венские вафли. Алдымен бізге не керек екенін описаниеде қарасаңыздар болады. Барлығы мөлшермен жазылған. Ендеше жұмыртқамызды алып қантпен бірге араластыратын боламыз. Қантымызды салып болдық. Ендеше венчигімізді алып жақсылап тұрып араластырып жатырмыз. Жұмыртқамызды араластырып болдық. Ендеше қаймағымызды қосатын боламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Артынша 2 ас қасық балды салып венчиктің көмегімен араластырамыз. Егерде бал жоқ болатын болса, балды қоспай қойсаңыздар да болады. Вафлеміздің жұмсақ болу үшін сары майды ертіп құямыз. Сары майдың орнына сұйық майды да қолдансаңыздар болады. Енді кезекте ұнға қопсытқышты салып, 2-ге бөліп, еліктен өткізіп, және жақсылап араластыратын боламыз. Ал біздің сұйық қамырымыз дайын болды. Бізде осындай вафельница, қызып тұрған вафельницамызға қамырымызды құйып шығамыз әдемілеп, және де вафельницаны майлауды ұмытпаймыз. Бізде жұмсақ вафли дайын болды. Десертке жидектермен және балмұздақпен қосып берсеңіздер болады. Өте дәмді болады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.